Қаратау құрылыс техникалық колледжі химия пәнінің оқытушысы Жаңбырбай Мөлдір Қуанышқызы. Сабағымыздың тақырыбы азот қышқылы және оның қасиеті. Пәні жалпы химиялық технология, тобы 08-16-18-9. Жалпы сабағымызды бастамас бұрын фронтальды сұрақтарға көз жүгіртсек. Бірінші, аммиакты зертханада қалай аламыз? Екінші сұрағымыз, аммиактың физикалық қасиеті қандай? Үшінші сұрақ, аммиактың химиялық қасиеті, яғни аммиактың сумен әрекеттесу реакциясындегін жазып көрсету. Жалпы сабағымыздың мақсаты: азот қышқылының алынуы, зертханалық өнеркәсіптік физикалық қасиеті, химиялық қасиеті, тұздары, қолданылуы туралы жаңа білім беру, тақырыпқа сай материалды ойлауға мүмкіндік жасай отырып, ой өрісін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Жалпы құрылысы: H3 оттегімен донорлы акцептерлік байланыс арқылы байланысады. Азот қышқылының алынуы зертханада және өнеркәсіпте болып бөлінеді. Екі әдіс, яғни зертханада сәйкесінше азот қышқылын азот тұздарын қышқылдармен әрекеттестіре отырып алады. Өнеркәсіпте сәйкесінше аммиакты оттекпен әрекеттестіріп, сатылап реакция теңдеуін құра отырып алады. Оны мына H3-ті алу жолдарынан көруге болады. Зертханалық жолмен, яғни натрий NO3 қосылған H2S4 тең натрий H2S4 қосылған H3, яғни бұл жерде қышқылмен әрекеттестіріп, қышқылдық тұзды алып отыр. Екінші, өнеркәсіптік жолмен алу әдісінде аммиакты оттекпен әрекеттестіріп, азот эквивалентті оксидімен жылуды алып отыр. Екінші реакция теңдеуінде NO оксидін оттегімен әрекеттестіріп, азот төртвалентті оксидін ала отырып, оған оттегімен су буын әрекеттестіре отырып, H3, яғни азот қышқылын алады екенбіз. Келесі, азот қышқылының физикалық қасиеті. Таза азот қышқылы түссіз, өзіне тән иісі бар сұйықтық, оның тығыздығы 1,51 грамм сантиметр куб, 42 градуста мөлдір түсті кристалл болып қатады, 86,16 градуста қайнайды. Химиялық қасиетіне көз жүгіртсек, бірінші басқа қышқылдармен ұқсастығы. Бірінші электролит, күшті электролит суда иондарға диссоциацияланады, яғни ыдырайды. Толығымен ыдырайды, себебі ол күшті электролит болғандықтан. H3 тең H плюс ионы мен NO3 минус ионына ыдырап кетеді. Индикатордың түсін өзгертеді, яғни қызыл түске өзгертеді. Екінші, негізді оксидтермен әрекеттеседі. Купрум қосылған 2 H3 тең купрум NO3 қосылған H2O, яғни негіздік оксидтермен әрекеттесе отырып, тұз және су бөледі. Негіздермен әрекеттеседі. H3 қосылған калий OH тең калий NO3 қосылған H2O. Көріп отырғанымыздай бұл жерде де тұз және су бөлінді. Және төртінші, тұздармен әрекеттеседі. Натрий CaCO3 қосылған H3, яғни натрий сода мен әрекеттесе отырып, H2CO3 тұрақсыз қышқылмен натрий NO3, яғни тұзға ыдырап кетеді. H2CO3 ол тұрақсыз қышқыл болғандықтан, ол H2O мен CO2 газына ыдырап кетеді. Бесінші, ол жарықтың әсерінен ыдырайды, тұрақсыз болады. Яғни H3 тең су буымен азот төртвалентті оксидімен оттегі газына ыдырап кетеді. Алтыншы, металдардың кернеу қатарына орналасқан металдармен әрекеттеседі, яғни сутектен кейінгі орналасқан металдармен әрекеттесе отырып, NO2 газы мен NO газын түзеді. Жетінші, азот қышқылы күшті тотықтырғыш. 2 H3 қосылған S тең H2S4 қосылған 2 NO, және де 5 H3 қосылған 3 фосфор қосылған 2 H2O тең 3 H2O4 қосылған 5 NO, яғни фосфор қышқылы мен азоттың эквивалентті оксидін түседі. Азот қышқылының химиялық қасиетін қорытындылай кетсек, H3 ол тұрақсыз болғандықтан, азот төртвалентті оксидімен су және оттек газына ыдырап кетеді. Екінші химиялық қасиеті H3 ол негіздік оксидтермен әрекеттесіп, тұз және су бөледі. Үшінші қасиеті азот қышқылы негіздермен әрекеттесіп, тұз және су бөледі. Көріп отырғанымыздай кестеден
және де HNO3 ол сутектен кейінгі орналасқан металдармен әрекеттесе отырып NO2 және NO газдарын түзеді екен. Азот қышқылының тұздары және нитраттарының қасиетіне келетін болсақ, бұл жерде көрсетілгендей калий NO3 ол калий нитраты, ол калий NO2 қосылған оттек газына ыдырап кетеді. Келесі плюмбум NO2 қосылған плюмбум NO2-ні ыдыратсақ, плюмбумы қосылған NO2 және оттек газына ыдырап кетеді. Және де екі аргентум NO3 ол аргентум қосылған NO2 және O2 газына сәйкесінше ыдырайды. Келесі азот қышқылының қолданылуы. Азот қышқылы ол азот тыңайтқыштарын, бояулар, дәрі-дәрмектер алуда, қопарғыш заттар, асыл металдарды өңдеуде, талшықтар, пластмассалар, кинопленкаларды алуда, реактивтік отынның тотықтырғышы ретінде және де нитраттарды, яғни тұздарын алуда қолданылады екен. Және де көршіңізге айтыңыз әдісінің есептерін сіздерге ұсынбақпын. Бірінші ол айналуларды жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазасыздар. Яғни бұл жерде мысалға келтіре отырсақ, N2-ден NH3 алу қажет. N2-ге H2-ні қосу арқылы мен NH3-ті аламын. Сәйкесінше 2-3 теңдеуді өз беттеріңізбен жазасыздар. Екінші, сұйық HNO3 мына заттардың қайсысымен реакцияға түседі, соны тауып, сол реакция теңдеулерін жазып көрсетесіздер. Және де үшінші, азот қышқылындағы азоттың массалық үлесі, азот қышқылының формуласы сәйкесінше HNO3 және оның құрамындағы азоттың массалық үлесін тауып, Жампыл типі сайтына жібересіздер. Және де жаңа сабақты бекіту тест тапсырмасы беріледі. Мысалы, азот қышқылы қандай заттармен әрекеттеседі? Жауаптың бір дұрыс нұсқасын таңдап, дәптерге жазып, Жампыл типі сайтына жібересіздер. Үй тапсырмасы азот қышқылы және оның қасиеттері 16-шы параграф, 5-6-шы жаттығуларды орындау 58-ші бетте орналасқан. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.